Бүгін Таразда облыстық прокуратураның бастамасымен бизнесті қорғау форумы өтті. Оған облыс әкімі, жергілікті мемлекеттік орган басшылары мен кәсіпкерлер, инвесторлар қатысты. Жиналғандар аймақтағы бизнес қауымдастығы құқығының қорғалуы, облыс әлеуеті, инвесторлар тарту және салық төлеу тәртібі тақырыбын талқылады. Прокуратураның мәліметінше, өткен жылы аймақтың 4000-нан астам кәсіпкерінің құқығы қорғалған. Басқосуда тағы қандай өзекті мәселелер көтерілді? Әріптесім Жомарт Есқар әңгімелейді. Жалпы прокуратура органдары былтыр 4000-нан астам кәсіпкердің құқығын қорғады. Олар бойынша 44 лауазымды адамды әртүрлі жауаптылыққа тартты. Фронт офистар мен сараптамалық кеңес жұмысының нәтижесімен кәсіпкерлердің 5 жүйелі проблемалар шешілді. Мысалы, прокурорлар бақылаушы мемлекеттік органдардың кәсіпкерлерді тексеру жоспарларына негізсіз енгізу фактілерін анықтады. Бұл форумда көпшілік ортаға салған мәселенің бір парасы. Бұдан бөлек облыс прокуроры Нұрғалым Әбдіров биыл 3 триллион теңгеден астам инвестицияларды көздейтін 80 инвестициялық жоба прокурорлардың ерекше бақылауында болатынын атап өтті. Бұл дегеніміз жобалар негізсіз тексеріс, орынсыз айыппұлдан қорғалады деген сөз. Қысқасы, бұл көрсеткіш аймақтағы алпауыт бизнес нысандарының өзі қысымға ұшырайтынының айғағы. Ал жиында сөз алған облыс әкімінің орынбасары алдағы уақытта аймақта жүзеге асатын жобаларды тізіп шықты. Аудан әкімдіктері, мүдделі басқармалар, Жамбыл Инвест, сондай-ақ Қазақ Инвест акционерлік қоғамы және де басқа мекемелермен жинақталған облыста 2025-28 жылдар аралығында құны 3,1 триллион теңгені құрайтын 62 инвестициялық жобалар базасы қалыптасты. Онда барлығы 5500 жаңа жұмыс орындары ашылуы көзделуде. 2025 жылы жалпы құны 121,7 миллиард теңгенің 33 инвестициялық жобасын іске асыру жоспарлануда. Айта өтейік, өткен жылы облыста 214 миллиард теңгені құрайтын 35 инвестициялық жоба жүзеге асқан, нәтижесінде 1500-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылған. Ірі кәсіпорындарға екі талап қойып отыр. Бірінші талап өзіміздің жергілікті азаматтар жұмысқа алу, әр деңгейде. Екінші талап ірі кәсіпорындар осылай кіші ортанша кәсіпорындарды технологиялық цепочка дейміз ғой, технологиялық осы нелерге қосып, солардан тауарларды алуды міндет ретінде соларға қойып жатыр. Бірінші форумнан кейін біраз жұмыс жасалды, бизнесті қорғау, кедергілерді, заңсыз, негізсіз кедергілерді алу бойынша да біраз жұмыс атқарылды. Ол жұмысты, қоян-қолтық жұмысты біз ары қаратай жалғастыратын боламыз. Форумның қорытындысы бойынша өңірлік атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы базасында бизнестің проблемалық мәселелерінің біріккен реестрін құру туралы шешім қабылданды. Бұл кәсіпкерлердің сұрақтарын жүйелендіруге және тиімді шешімдер табуға мүмкіндік береді. Өз кезегінде қатысушылар өңірдегі бизнес субъектілерінің өзекті мәселелерін шешу бойынша ұсыныстарды қолдады. Жомарт Есқар, Руслан Сандыбаев, Айқын ақпарат, Тараз.